Саламатсыз балалар. Бүгінгі сабаққа өз көңіл күйлеріңді көрсетесіңдер мынау смайлик арқылы. Ол үшін мен сендерге беремін. Сендер сабаққа дайын болсаңдар, қуанышты болсаңдар, күлкі суретті саласыңдар. Білесіздер ғой, қалай өтінгі салынатынын. Ал сабаққа дайын болмасаңдар, басқа фигурны саласыңдар. Мысалы, түзуді саласыңдар. Сөп салыңдар тезірек. Қалай сабаққа дайын екенін білеміз. Болды ма? Жақсы. Жарайсыңдар. Смайликтарында. Жақсы. Молодцы, жарайсыңдар. Енді әрі ойындар. Сабаққа кірісейік. Мен сабақтың тақырыбын бөлу үшін біз мынау кроссвордты шешеміз. Ол үшін Мадина маған көмек етеді. Шығып сұрақтарды оқиды. Бірінші сұрақ. Санақ басы, бірлік кескінділері және бағыты бар сызық қалай аталады? Жәмила, координаталық. Жауабы координаталық. Дұрыс, молодец. Қарама-қарсы сандардың нелері әртүрлі болады? Санақ. Таңбалары. Таңбалары дұрыс. Үшінші сұрақ. Шеңберді сызып салатын құралды атаңыз. Айжан. Циркуль. Жақсы. Дұрыс. Циркуль. Төртінші сұрақ. Қандай әріпті сан 3/4-ке жұмбақ тең болады? Сұлужан. Пи. Дұрыс. Бесінші сұрақ. Координатасы үлкен нүкте координатының түзудің қай қасында жатады? Нұрым. Оң жақта. Оң жақта. Жақсы. Алтыншы сұрақ. Координаталық түзуде 0 таңбасы қалай аталады? Танат. Санақ басы. Санақ басы. Дұрыс. Жетінші сұрақ. А санының модулі ол координаталық түзудегі санақ басынан А нүктесіне дейінгі не болады? Сұлужан. Қашықтық. Қашықтық. Дұрыс. Сегізінші сұрақ. Рационал сандар жиынына қандай сандар кіреді? Жәмила. Кім біледі? Тезірек. Қандай сандар кіреді? Сұлужан. Бөлшек. Тамақ. Бөлшек. Кет. Дұрыс, бөлшектер кіреді. Сонымен рахмет, Мадина. Енді балалар қарап айтып беріңдер, қандай сөздер шықты мұнда қызылмен? Рационал сан. Бүгін біз сабағымызды жалғастырамыз. Рационал сан бөлігі бойынша ол таңбалары әртүрлі сандарды қосу деген тақырып. Сонымен біз сабақта үйренеміз қалай таңбалары әртүрлі сандарды қосуды. Ал қазір балалар анықтаманы бізге Сұлужан айтып береді. Сұлужан шағылда қарап Таңбалары әртүрлі екі санды қосу үшін үлкен модульден кіші модульді азайту керек. Шыққан санның алдына модулі үлкен қосылғышты таңбасын қою керек. Жақсы, молодец. Осы анықтаманы енді есепте шығарайық. Тақтаға шығып, есептен нақты шығарыңдар. Шыға ғой. Тезірек шығыңдар балалар. Таңдар балыңдар қайын. Есептерді шығаратыңдар. Тез балалар. Кім дайын? Мадина жақсы. Қалай болғаның? Не сен? Мен үлкен модульден кіші модульден қос. Таңбасы плюс 2 плюс жазылмайды. Жақсы, молодец. Мұнда не? Мен 2 теріс. қостым. Қостың, молодец. Жауабы? Плюс 28. Ал мен мұнда үлкен модульден алдым кіші модульден. Және оның таңбасын қойдым. Молодец, жақсы. Сұлужан ары қарай отыра қой, Мадина. Тамаша. Не сенің? Жетіден 31-ді алып тастадым. Молодец, жақсы. Екіншіде? Мына жерде Екі теріс санды қостым. Жауабы? Мен қосым. 2 теріс санды шықты. Мүншеде де? Ана жерінен теріс сандан қостым. Қостың жауабы минус 30 болып шықты. Жақсы. 30 ма, 31 ма? 5 плюс 5? 0 бір қойда 1 бүтін кетеді. 31 түзетінші деп 31 деп. Ай, жаңыз шара қой.
Мына жерде неше болады Айжан? Не істейміз мұнда? Екі теріс сан қосамыз, сонда неше болып шығады? Минус 18. Так, мына жердегі екі теріс сан не істейсің? Қосасың, жауабы теріс болады. Жақсы, мына жерде 17. Алдым 15-те екеу. Жақсы отыр. Так, Жамиля. Бұл жерде мен алдым. Үлкен саннан кіші санында 11 болып шығып. Жақсы, мына жерде екі теріс. Екі теріс санында мен оларды қостым. Молодец, жақсы. Жауабы қандай болып шықты? Минус 35. Теріс сан минус. Жақсы. Мына жерде? Бұл жерде үлкен санды кішіден алып тастадым. Болады. Үлкен саннан кішіні алып, жауабын жазың. Жақсы, молодец отыр. Так, Қанат. Мен үлкен саннан кіші саннан алдым. Молодец. Бұл жерде Екі теріс. екі теріс санды қостым. Жауабы? Жауабы менің 20. Теріс сан болып шықты. Мына жерде де екі Екі теріс санды қостым. жауабы. Молодец. 29 бүтін